Шымкент қаласында денсаулық сақтау саласына 2023 жылға бөлінген бюджет көлемі 122,4 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы 109,6 миллиард теңге. Атап айтқанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 54,8 миллиард теңге, ал міндетті медициналық сақтандыру жүйесі 44,8 миллиард теңгені құрап отыр. Шымкент қаласында 2023 жылдың есептік кезең көрсеткіші бойынша жоғары технологиялық 186 медициналық қызметтер көрсетілді. Онкологиялық орталықтың ішінен ашылған ядролық медициналық бөлімде жоғары сәулелі сызықтық үдеткіштен 333 науқас ем алса, ал позитрон эмиссиондық томография арқылы 308 науқас тексеруден өткен. Өңірімізде балаларға медициналық көмектің қолжетімділігін жақсарту мақсатында қалалық клиникалық балалар ауруханасында 180 төсектік жаңа корпус ашылды. Төсек саны 315-тен 495-ке дейін ұлғайтылды.